Рабия Сұлтанбегім кесенесі кіші жүздің тұңғыш ханы Әбілқайырдың жарына арналып салынған 15 ғасырдың сәулет өнер ескерткіші. Ескерткіш Қожа Ахмет Яссауи кесенесінің оңтүстік шығысынан 62 метр қашықтықта тұрғызылған 5 бөлмеден тұрады. Рабия Сұлтанбегім Ұлықбек сұлтанның қызы, Әбілқайыр ханның 1451 жылы үйленген жұбайы, көшкінші және сүйініш хандардың анасы. Әбілқайыр хан дүниеден озғаннан кейін Рабия 17 жыл бойы Түркістанда өмір сүріп, 1485 жылы қайтыс болған. Кесенені бегімнің қос ұлы салғызған. Өкінішке орай, ескерткіш біздің заманымызға қираған қалпында жетті. Бастапқыда бұл цилиндр тәріздес барабанға орнатылған күмбізбен жабылған. 8 қырлы бір бөлмелі құрылыс болған. Кейіннен шаршы пішінде көп бөлмелі етіп қайта тұрғызылды. Рабия Сұлтанбегімнің табытында бұл құдіретті Әмір Темір Көрегеннің ұлы, азапта ажалдан қаза тапқан құдіретті ұлы сұлтан Ұлықбек Көрегеннің қызы, ақсүйек кешіріп, рақымшылық жасаған, ізгі жасанды Рабия Сұлтанбегімнің тыныштық тауып жатқан жері деген жолдары бар. Бұл кесененің құлпытасы Қожа Ахмет Яссауи кесенесінен табылған. Құлпытаста бегімнің Әмір Темірдің ұлы Ұлықбектің қызы екендігі 1485 жылы қаза болғандығы жазылады. Кесене түркістандық жергілікті архитектуралық дәстүр негізінде салынған алғашқы кесене ретінде өте маңызды. 1980 жылдан қалпына келтіру жұмыстары жүргізілуде.